ниетimiz дұрыс болатын болса, амалымыз дұрыс болатын болса, почему у нас $1 000 000 нету? $1 000 000 отказ беруге дайын болуым керек қой. Бермесең емес, беріп тұрсаң да менің жүрегіме кірмейтін. Мысалға, я, мен алдым $1 000 000 келді, түсті, мен бардым инвестицияға салдым и проиграл это. Менде қандай нәрсе келеді? Я же хочу это все схватить, еще иемденгім келеді, еще оны ұстап алғым келеді, оны еще сохранить еткім келеді. И хочу, чтобы этот процесс, қалай болу керек? Ұзарып жүрсін менде. Енді өздеріңіз ойлап көріңіздер. Қазір сіздерге мен берем 100 миллион теңге. Екеуіңіз мына жерде отырасыздар ма? Тез қатысамыз да, сосын шығамыз да, так не істейміз, күйге звондаймыз. Алло, жан, менде 100 миллион бар, не істейміз. И все. Мынау өзгеру процесінде емес, өзгеру процесін тоқтатып қоямыз да, не істейміз? Жарату процесіне кіріп кетеміз ғой.